Қайырлы күн баршамызға. Бүгін сіздерге қытырлақ ашты ши бауырсақ рецебін ұсынамыз. Керек заттарымыз төменде описание бөлімінде және де экранда көрсетілген. Ең алдымен тұзымызды суға салып, ерітуге қалдырамыз. Сол аралықта ұнымызға сары майымызды салып, қолымызбен жақсылап өкілейміз. Артынан бір жұмыртқамызды және де еріген тұзды суымызды құя отырып, қатты қамыр илейміз. Мінекей осындай қатты қамыр дайын болды. Ендігі тындыруға салфан кетіріп 20 минутқа қалдырамыз. Әбден тынған қамырымызды екі бөлікке бөліп, біртіндеп жаямыз. Оны сеуіп отырып жаямыз. Қатты жұқа етпейсіздер. Ши бауырсақ болғаннан кейін сәл қалыңдау етесіздер. Екі қамырымызды толықтай жайып болдық. Кептіруге шамамен 40 минутқа қалдырамыз. Сонда бауырсақтарымыз жақсылап қытырлап тұрады піскеннен кейін. Ши бауырсақ болғаннан кейін видеодағыдай етіп ұзынша турайсыздар. Мінекей бауырсақтарымызды турап болғаннан кейін қызып тұрған майға пісіреміз. Араластырып отырамыз. Қатты қызартпаймыз. Осылай араластыра отырып 3 минуттай пісіреміз. Егерде осындай бауырсақтың тәтті түрін жасағыңыз келсе, шым-шым тұз қосып, 2 үлкен қасық қантты суға ертіп алсаңыздар болады. Мінекей бауырсақтарымыз қуырылып жатыр. Қатты қызартпадық. Жасап көріп, пікір қалдырып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бауырсақты ыдысыңыздың мөлшеріне қарай біртіндеп саласыздар. Егерде сіздерде үлкен қазан болса, көбірек салып пісіруге болады. Мінекей ашты. Қытырлақ ши бауырсақтарымыз дайын болды. Барлығымызға ас болсын. Сіздермен болған Айман. Қош сау болыңыздар.